маған түсіндірген бойынша мынау жапырақтардың бәрін сасып болады екен. Осыны алып тастау керек и қазып астында өзі бөлінетін сияқты жері бар. Сол жерден бөліп жаңағы қолданады деген. Біреулер сүтін емдейді, біреулер айранға батырып дейді, біреулер сол болмаса настой жасаймыз дейді. Егер сіздерде басқа әр жақта әртүрлі, Маңғыстауда басқа деп айтып жатыр, әр жақта әртүрлі, бірақ емі бұл жерде главный сахарды емдейді деген. Мен соған қатысты өзімнің таныстарыма сұрап жүрген, сол кісілерге сахарға емдеп осыны бермекшімін, ұсынбақшымын. Көп адам емделген деген сияқты отзывдар келген соң осыны арнайы түсіруге келдім. Не өсімдік бұл деген сияқты. Қаладан қайда біз 300 шақырым қашықтамыз. Солай, егер осындай кеурек жайлы сұрақтарыңыз болмаса, білетіндеріңіз болса, комментарийға жазып қойыңыздар. Негізі мен халық емшілігінде көптеген өсімдіктерді, даже мынау алтын қоңызды, негізі алтын қоңыз деп таниды ғой. Простатиттен ем керек болатын болса, осы алтын қоңыз ішсеңіздер де болады. Жалпы комментарийға жазыңыздар, болмаса сұрақтарыңыз болатын болса 707 257 14 WhatsApp-қа жазсаңыздар болады.